Мен мына биокремнің тағы бір қасиетін айтайын. Менің жолдасымның дос баласының құлағы ұзақ жылдар ауырады екен тұғын. Одан кейін бұлық ағып жүреді екен, үнемі тоқтамайды. Осы биокремді былай айналасына, қатабырларын және құлақтың айналасына жағып, содан кейін анандай бақтаға кішкене тигізіп құлақтың ішіне үнемі сап қойған екен. Құлақтың бұлық ағуы тоқтапты. Енді анау құлағы да баяу еститін екен. Онысы да кәдімгідей былай қатты қармай айғалағанын бұрын естімей қалады екен. Әзір еститін болып, кәдімгідей өнімін көріпті. Осының рахметін айтып, үнемі алып істетіп жүр. Одан кейін менің өзімнің жездем құлағының ішінде ештеме көрінбейді, қыши береді. Тексерілсе ештеме жоқ деп айтар екен, түн ішінде де мазасын алған екен. Содан кейін сол былай айналасына жағып, ол кісіде ішіне біраз жіберіп, мақтажаттың басына жіберген екен. Сол қышығаны тоқтап, құлағымда бір түрлі анандай сергек, сондай жақсы болып қалды деп, ол кісіде алғысын айтып жүр. Жақсы, керемет. Демек, биокрем құлақ ауруларына да өте керемет көмектеседі. істете беруге болады екен. Жақсы, рахмет сізге.